Бірнеше адам кіріп мәйітті жуады ғой. Ал біздің қазір жастардың арасында соны дұрыс түсінбейді. Sonra мәйітке бірдеңеге қатысты қорқамын дейді. Қорқсаң, қорқпасаң Құдайдың алдына барасың ғой, так. Соның үшін оны түсіну керек просто. Қандай хикметтер барын, талай нәрсені соған қайтысып жүргендер көреді. Ойламайды. Кейбір жағдайда оның ақыреті қандай болатынын байқауға болады. Мен мысалы үшін Төлепбек деген болды ғой, Назарбеков деген. Иә, обкомның 3-ші хатшысына шейін барған. Сол кісі өз аузымен айтты. Әйел ауырды да, әйеліне мен барып бірнеше күн дем салдым. Bir barğanımda ana kişi bir ajarlanıp edem bu otur. Oypurmay bu kişi ayıqıp keter meken deb oyladım. Juda edem жақсы bob otur qoy deb. Сөйт Төлепбектің өзі de айтты, сол жақсы bob отырғанға үміттеніп қалып едім. Нұрланған екен деді. Ал осындай әңгімені сендер естіңдер ме? Нұрланған екен деді. Ал нұрланатын несі бар? Сонда Төкен өз айтты. Қайтыс боларында Төке бері келіңіз деп айтты дейді. Барды. Мен мұна Қонаевтың қолынан алған, басқа да қанша үлкендерден алған сыйлықтарым бар. Оны мұна келіндеріме, қыз балдарыма бөлемін. Соған рұқсат беріңіз деп айтты дейді. Ай, зат сенікі ғой, менің рұқсатым қаншалық керегі бар. Оны несіне сұрайсың дедім дейді. Сонда айтты дейді, жоқ, сіз бас емсіз, сіздің рұқсатыңыз керек деп айтты дейді. Ал енді сондай әдемі нұрланып, сол сөйтіп отырып, сосын арқасынан қайтыс болды. Енді мен Беловатта Жолдаш Әлі деген тәуіп бар еді. Менің досым еді. Мен енді оның қайтыс болатын уақытында мен келе алмадым, мен Астанада едім. Сөйтіп баласы айтты, немересі. Қайтыс болатын кезде дейді, бірнеше күн бұрын дейді, сол сіздің уағазыңызды неге түсірілген елерді қойып соны тыңдап жатты дейді. Одан кейін қайтыс боларында бір кезде дейді, бір әдемі көзбен қарады дейді. Бір енді қол бұрып әдемі болып тұр дейді. Ондай болған мен көрген емес едім дейді. Нұрланған деген сол. Ол ақырет сапарына кететін адамға, Құдай жарылқаған адамға соны көрсетеді. Ақыреттегі орның мынандай болады деп. Ананы көргенде, оны енді сендерге ауызбен айтып жете алмайды ғой. Айта алмайды ғой. Бірақ көзінен, түрінен көрініп тұрады. Ал енді менің бір бабам болды, барахол жұрттың бәрі ешан дейді ғой. Сол өлерінде етегін қақты дейді.
Ey, buna yüzüm terip, yetegim şire oldu oy. Bunanı alsan darşı dep aytты deydi. Cennetin yüzümün terip жүргөнүн көрgön. Sonda Allah Taala süйтіп оларға көрсөтөдү. Endi men bir kempirdi gördüm. Ol kişiге men negizdem saldım. Süйтіп өлөрүндө balası aytады. Sol eştеңе içpey, nər tappay oturgan deydi. Apa endi buna özdügüp ketesiz goy. Buna neden birdeňe içseň işi dedim deydi. Sonda şıragım magan Huday bir neni berdi, şerbetти. Sonu içtim. Biz mına jaktagılar körüp turgan jok koy. Anam akep bergen, kadakpen berdi. Sonu içtim. Endi senin mına tamaklarını içsem kusup jüberem dep aytты deydi. Mana sonda Huday Taala sondaylarga özünün nesin körsün, derejesini körsötüp tur. Sonday nerse bolat. Menin marhum ağamның dosu var edi. Bir-birimen netettin. Katar edi. Sol kayıts boldu. Kayıts bolganda ağaydın baldары sonun janında bolgan. Sonda ol kolxozdun brigadiri bolup жүрген adam. Brigadir bolganda ol kayсы kimnin şarvası kıynalıp aurу sırkau bolup atır. Birevi muhtaç jardamga. Solardın jagdayını jasap жаңағы соларға жұмыстың айлысын беріп, жерді де соған бұрып, сөйтіп жұмыс істейді екен. Ал енді сол өлерінде бір нетіп, елес-елесінің арасында bir uақытта айтты дейді. Kızıkның bäri mına jakta eken goy. Biz ahmak bolup jür ekemiz goy dep aytты deydi. Ani. Arjaqta көрсөттү goy. Kuday көрсөттү goy. Endi Muhammed Haydar Dulati'nin Tarih-i Raşidi kitabı var. Sonun kaybetinde ekenin bilmeymin. Bir Karatau, oңтүстүк өңірі осы жақтарда Худайдат деген әмір болған. Худайдат, енді дат деген ол кезде ол дат парс тілінде берді, Худай берді ғой аты. Худайдат деп ат қойған да. Сол жаңағы әмір болғанмен қайда жұрт, қай жерде кім мүшкілді көріп атыр, kim kıyınçılık bolup atır, kay jerde dav-janjal bolup atır. Sonday nerselerдің arasında жүрüdü eken. Kay jerde sonday bolup atırma, anagan kömöktesет. Kölüгі жоқ bolsa kölük taup beret, bolmasa özünün atını tüsüp bere salat. Kebirler adasıp жүрse үйüne kelip kondırıp, olar uyqunu urup жатат, бұл үйдің bir buruşuna namaz okup oturады eken. Kayda sonday kıyın жағдайда жүрген адамдардың жағдайын жасап жүреді. Ал енді ол кезде жайлауға, қыстауға көшу бар ғой. Сонда көшетін уақытта ол атын анау-мынауын әркімге нетіп жүріп, өзі көшетін, бұл көшін нететін ештеңе таппай қалады екен. Көлік таппайды. Содан жаңағы жора жолдастары бар, ауылдастары ол кісінің сырын біледі. Сөйтіп оның көшін өздері қосып алып кетеді екен.
анда мында. Анау